Баршаңызға сәлем, жігіттер, қыздар, аналар, әкелер, тәтелер, ағалар, әжелер мен аталар. Адамның күні адаммен, маймылдың күні бананмен дегендей, ал анекдоттарымызды бастайық. Темекінің зиянды қасиеттері туралы кітап оқыдым. Қоятын шығармын. Темекіні ме? Жоқ, кітап оқыды. Қарындас, сіз сұлулық салонына барып келдіңіз бе? Қыз майысып, иә, дейді. Жігіт, жабық болған шығар, иә? Бір қыз права алуға экзамен тапсырып жатыр екен. Бірінші сұрақ: көліктің моторы қалай жұмыс істейді? Мен өз сөзімен жауап берейінші. Жауап беріңіз. Деп жұмыс істейді. Әйелі жұмыстан келген күйеуіне қарап, бүгін дәрігерге қаралдым. Маған денсаулығың жақсаруы үшін бір ай жағажайда демалуың қажет, деді. Бұған не дейсің? Қайда барамыз, дейді. Сонда күйеуі: басқа дәрігерге барамыз деген екен. Бір отбасыға қонақтар келіпті. Отағасы достарының алдында әйелін ұялтайын деп: ай кемпір, барда трусиімді жу. Деп бәрі күледі. Сонда әйелі де қалыспай: не, тағы тышып қойдың ба? Қожанасыр етікшіге барып етік тіктіріпті. Дайын болғанда етікші қожанасырға: бір аптадай аздап қысып жүру мүмкін, одан кейін түсіп кетеді, дейді. Қожанасыр үйіне келіп етікті әйеліне береді де: мынаны бір жерге сақтап қой, бір аптадан кейін бересің, әйтпесе аяғымды қысады екен, депті. Мен сенен шаршадым, қош бол, мені ұмыт деп айттым да есікті жауып кетіп қалдым. Сәлден соң тарс еткен қатты дыбыс шықты. Өзіне қол жұмсап қойды ма екен деп уайыммен есікті ашып қалсам, шампанский ашып менің кеткенімді жуып отыр. Оңбаған. Тіс дәрігері емделушіге күмілжей қарап: кешіріңіз, мен сіздің сау тісіңізді жұлып тастаған сияқтымын. Енді ауру тісіңізді тағы жұлуға тура келеді, дейді. Емделуші қан түкіріп тұрып, қуанғанын жасыра алмай: көз дәрігері болмағаныңыз қандай жақсы болды. Автобусқа отырған бір оқушы кондуктордан 2 билет сатып алады. Кондуктор одан: балақай, неге 2 билет алдың, деп сұрайды. Оқушы: біреуін жоғалтып алсам, екіншісін көрсетемін, деп жауап береді. Кондуктор: ал екіншісін жоғалтып алсаң ше, дегенде бала: онда менде проездной бар. Бір қарға аузындағы ірімшікті жей бергенде түлкі келіп: қарға, әдемі даусыңмен ән шырқап жіберші, дейді. Қарға аузындағы ірімшікті қанатына ыңғайлап қыстырады да: түлкі, бауырым, мен онда ескіріп кеткен құлықтарға алданбаймын. Мені ана Крыловтың қарға мен түлкі баснясын оқыған жоқпын деп ойлайсың ба? Астанадан Алматыға қатынайтын ұшақта бір кісі жандағы отырған әйелге көп білетіндігін паш ете отырады. Көп білетіндігін көрсетем деп мақтанудың ырқына кіріп кеткендігі соншалық, бірде жандағы әйелге ойын ойнауды ұсынады. Сізге сұрақ қоямын, жауабын таппасаңыз маған 500 теңге бересіз, содан кейін сіз сұрақ қоясыз. Мен жауабын таппасам сізге 5000 теңге беремін, дейді. Әлгі әйел келіседі. Ай мен жер арасындағы қашықтық қанша километр, дейді. Әйел үндеместен 500 теңге шығарып береді. Енді сұрақ қою кезегі әйелге келеді. Тауға 3 аяқпен өрмелеп шығып, 4 аяқпен жерге түсетін не, дейді. Әлгі кісі ары ойланып, бері ойланып таба алмайды. Сөйтіп 5000 теңге шығарып береді. Әйел ақшаны қалтасына салып жатқанда әлгі кісі: жаңағы сұрақтың жауабы не, деп сұраса, әйел тағы да үндеместен әлгі кісіге 500 теңге беріп жатыр екен.